Ана жақта менің күйеуім жатыр. Оны біреулер атқан. Оның жанында болу керек. Қағаздар көп болған шығар. Қызыңызды ұрлап кетті деп еді. Табылды ма? Сіз ештеңе білмейді екенсіз ғой. Менің ештеңеден хабарым жоқ. Қаланы сыртыма алып шығып, жақсылап тұрып сознание бердірші. Әлішердің бұрынғы әйелі. Ол да Мәуленнің кезекті құрбанына айналуы мүмкін. Әлішердің қиналғанын мен өз көзімен көргім келеді. Сондықтан көп сөзді қойда, жұмысыңды атқар. Бүгін туғанан бұл Үйіміздің үлкен ғой. бас тартқаны қалай. Бір сағат бұрын маған қоңырау шалып, бәрі өзгерді деп. Әлішер, Мәди, апам қалай? Дәрі ішкеннен кейін ұйықтап қалды. Қан қысым бір қалыпты болмай тұр ғой. Әлішер ғой, соны уайымдайын деп ауырып қалған. Кеше Меруерт Әлішерді кен орнына кетті деген. Айтпақшы ол Әлішердің үйінде болыпты. Демек ештеңе белгісіз болған. Сен маған дүкен туралы айтып едің ғой, сол ойымнан кетпей тұр. Ойыңнан кетпесе жақсы ғой. Жақсы ғой, бірақ дүкен ашу үшін оған ақша керек. Балалар ұйықтап қалған кезде ғаламтордан біраз мағлұмат оқыдым. Қанша ақша керек, не керек деген сияқты. Оңай емес. Бірақ егер осы ойға тоқтайтын болсақ, ең алдымен ақшаны қайдан табу керек, соны ойлауымыз керек. Тәуекел тас жарап. Дүйсенбіден жұмаға қараған түні полиция қызметкерлері заңсыз түрде жұмыс істеген құмар ойын ошағын әшкереледі. Ойын қожайындарының бірі қарсылық көрсетіп атысты бастады. Атыс салдарынан жарылыс болып, ол өртке ұласты. Өрт салдары зерттелу үстінде. Өртті сөндіру кезінде Көршілеріміздің баласы дүкен ашайын деп жатыр екен. Екі дүкен болса. Өрт ғимаратқа түгелдей жетпеген. Оның астыңғы бөлігін, ойын-сауық кешенінің орналасқан жерін қамтыды. Сарапшылардың болжауынша, оның ішінде 20 миллион теңгеге жуық ақша мен көптеген құжаттар болған. Оның құрамында қарыз болған адамдардың қолхаттары да бар. Мәди. Не болды саған? Мен сені жанымдай жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Ананы сен көргеніме қуаныштымын. Жылама. Тірім оға. Қуаныштан жылаймын ғой. Бәлем келді деп еді ғой. Дәулет ме? Иә, келді. Бірақ оны кіргізбей қойды. Бір-бірден кіруге рұқсат берген. Олға жағдай жақсы болды ма? Жүріп жүр ме? Жүріп жүр. Жаман емес. Шармаларымен бір жаққа кеткен. Саған түске табан келем деді. Меруерт. Апама ештеңе айтпаңдар, жарай ма? Мен кеше апама өтірік айттым. Сені кен орнына кеткен. Ол жақта байланыс жоқ деді. Сен де қатырасың. Таппайтыным жоқ.
қайтем? Көзім, кіртейіп көзімді. Ұйықтамағансың ба? Жоқ, ұйықтадым. Сені уайымдап ұйықтамады деп ойладым. Таңертеңнен бері бір түрлі басым айналып жүр. Онда барып демалсашы. Мен бұл жерден қусам да ешқайда кетпеймін. 2 күнгі дәлізде отырдым. Осындағылардың бәрімен ұрысып біттім. Ол енді ұрысқаныңды естедік. Сондықтан да ешқайда кетпеймін. Сенен айырылып қалам ба деп қорқам. Рас айтам. Мен бұлай болсын деп тілеген жоқпын. Бірақ Айде не болсаң соншама? Теледидарға қадақ болдың ғой. Ештеңе. Бәрі жақсы. Рас айтам, бәрі жақсы. Бәрі тамаша. Алтынай, бәрі жақсы. Шын айтам, бәрі тамаша. Өмір деген тамаша, Алтынай. Алтынай! Сыр, беліңді ауыртып аласың. Не болсаң соншама қатты қуанып лотерея ұтып алғандай. Иә, лотерея ұтып алып. Бірақ бұл лотереяның аты өмір. Алтынай, бұған менің қатысым жоқ. Қалай болғанды өзім де түсінбеймін, бірақ. Көрсінші, тағдыр маған тағы бір мүмкіндік берді. Маған енді ештен керек жоқ. Сен барсың, балаларым бар, апам бар, фермам бар. Осы күнге шүкіршілік етіп. Айде, түк түсінсем үйірмасын. Ештеңе түсінбей қойдым. Алдын ала төлемдермен оның айырмасын шығарып қажет. Дәулет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Амансың ба? Әлшер ағай, не жаңалық? Есін жинады. Жақсы болған екен. Әңгіме көреді. Әлшердің кабинетіне барайық. Бізге кофе алып келші. Мынаны қайтем. Кейін бітірерміз. Дәулет. Рахмет. Жәнібек, кеше жағдай туралы сөйлесен деген. Иә. Кеше келген жігіттерді танисың ба? Танымаймын. Не болды? Не үшін келгендерін де білмейсің. Білмейді екен. Өте қалыпты адамдар олар. Өзім де солай ойлаймын. Байқалай, біреудің келіншегіне көзін салып қойған кезің болған жоқ па? Қойшы, ондайды баяғыда қойғанбыз. Түсінікті. Жауларың жоқ па деген мо? Біреудің жолын кесіп кетіп пе едің, әлде ерегісіп қалдың ба жұмыста? Жауларың дейсің бе? Мәулен болмаса, ол мені өлтірем деп қорқытқан. Олар тек сен емес, Әлшерді іздеп жүр. Әлшерді? Білмейді екен, құрып кеткір. Ойлан, кімдер көреді? Иә, айтпақшы. Есіме шығып барады екен. Осындай бір жағдай болған. Құрылтайшылар құрамынан бір кісіні шығарып тастаған.
Содан кейін ғана Алишерді комбинаттың басшысы етіп тағайындады. Кім еді ол? Досхан. Ол қалай болғанда да өшімді алмай қоймайым деген. Сен сол деп ойлайсың ба? Тауып алайын оны. Сосын айтам саған, сол ма ол емес па? Қайдан тапсам болады? Одан аулақ жүрген көрсін. Өзің шаруам. Атын кім дедің? Досхан. Досхан? Қайдан табылған? Жәнібек, бәрібір қырсығыңмен қалмаймын. Міне. Рахмет. Қайырлы таң. Қайырлы таң, балам. Оянғаның жақсы болды. Сіз бір жаққа кетіп бара жатсыз ба? Иә, мен жол жүріп бара жатырмын. Қашан келесіз? Артур, сен ақылдысың ғой. Менсіз 2 күнге шыдайтын шығарсың. Әрине. Әже, қайда жол жүріп бара жатсыз? Қарағандыға. Менің де барғым келеді Қарағандыға. Мен қыдырып бара жатқан жоқпын. Жұмыс бабымен бара жатырмын. Артур, Ғалияның айтқанын тыңда. Ол сенің қасыңда болады. Әйтпесе сен қорқасың. Мен кішкентай бала емеспін. Әрине кішкентай бала емессің. Сондықтан мұнайды саған сен тастап бара жатырмын. Менің кеткенімді ешкімге айтушы болма. Оны айтпасаңыз да білем. Артур, мен келгеннен кейін қыдырамыз, Қазақстанды аралаймыз. Мүмкін шетелге де барып қаламыз. Мен Меруерттерге Қарағандыға барғым келіп. Меруерттерден келіп қалар бірге. Бірге теңізге барамыз. Қалай ойлайсың? Жарайды. Ғалия, тәтеңді ренжітпе. Кешке үйден шықпа. Жарай ма? Жүргізуші келді. Жақсы. Ал. Аман бол, бол. Жарай ма? Ақылды бол. Сау болыңыз. Сау бол. Тағы да үйде жалғыз қалдым ба? Карина? Сәлем, Байраш. Қайырлы күн. Қалың қалай? Рахмет, бәрі жақсы. Сен не, сен бүгінде жұмыс істейтін болғансың ба? Енді қайтеміз. Өткендегі тексерістен кейін бәрін реттеп жатырмыз. Айтпақшы, қызың қалай? Жақсы. Өткендегі оқыс оқиғаны есіне де алмайды. Карина, мен өзімді бір түрлі сезініп, сенің алдыңда өзімді кінәлі санап жүрмін. Сол ботаны ұрлаған күні сен маған бола алаңдап, жұмыстан шыға алмай кідіріп қалдың емес пе? Майраш, сенің бұған еш қатысың жоқ. Өтерсіз өтті. Әйтеуір арты жақсы болды. Шынымды айтсам, сол кезде қиналғанымды есіме түсірсем тіпті айтпа. Айтпақшы, Алишердің інісі келді. Қазір Жәнібек екеуі кабинетте отыр. Неге келіпті? Білмедім. Алишер есін жиған көрінеді. Құдайға шүкір. Мен де оның алдында өзімді кінәлі есептеймін. Бірақ өзі батыл екен. Білмедім. Ондай жерге жалғыз барып тұрған ақымақтық қой. Енді Мәулен ботаны жазым етіп қояма деп асыққан болар. Не деген сұмдық. Ал ол оңбаған Мәуленді әлі ұстаған жоқ па? Жоқ. Тергеушінің өзі оны өте қауіпті адам дейді. Қойш, Иә. Тіпті көшеде жүруге де қорқып қалдық қой. Маған да үйден көп шықпа дейді. Жұмыс бастан асып жатыр. Сол құжаттарды алуға келгем. Енді үйде жұмыс істейтін болам. Иә, ал маған үйде отырып жұмыс істеу қайда? Қойшы Мәлі. Жарайды, мен кеттім. Бота үйде жалғыз. Сау бол. Жарайды, сау бол. Кел. Ақын, бұрыл. Аян көтер. Келеміз. Бол, көзіңді аш. Бұл не?
Қалай не, көрмей тұрсың ба не? Түсінбей тұрмын мен де. Түсінбейтін несі бар? Дүкен бұл. Я көріп тұрмын енді. Қалай енді? Бұл қазір істемейтін дүкен. Бірақ мен осыны жалға алайын деп жатырмын. Жалға? Иә? Қалай ойлайсың? Мен енді аяқ астынан болғандықтан шығар. Енді алдынан бері ойлап жүрміз ғой. Тұрған жері өте ыңғайлы. Қара, жолдың бойында ары-бері кеткен жүргінші болса, керек нәрсесін осы дүкеннен алады. Білмеймін енді, әрі-бері өткен жолаушыларға жанармай бекет, одан қалса бір кәупхана қажет шығар. Әйелдің ойы осы, иә? Шын ғой енді. Көке, мынандай жолға кім жанармай бекетін салады? Ойлашы өзің. Ал мынау нағыз тұрған жері ыңғайлы. Мысалы, мына жағын дүкеннің ар жағы, жаңа кәупхана дейтін болсаң, дүкеннің ар жағы бар. Шатыр қойып, мангал қойсаң болды. Бір-екі үстел, орындық, кішігірім кафе болып шыға келеді. Оны ойластыруға болады. Не, қуанбайсың ба не? Жоқ, қуанып тұрмын мен. Бұл адам сияқты қуансайшы кішкене. Алтынай, ана кезде сатқан көлігінің ақшасына негізі басқа көлік алайын дегенмін. Бірақ ойлана келе осындай бір кішігірім дүңгіршекті жалға алуға бел шештім. Сен сенімдісің бе? Алтынай, мен осы жолын 100%-ға емес, 200%-ға сенемін. Рас айтамын. Берге. Тұршы мына жерге. Сөйлеш, бірдеңе деп. Сәлеметсіз бе, не аласыз десеші? Қазір ме? Енді айтсайшы енді. Сәлеметсіз бе? Не аласыздар? Қара, сен өз орынды таптың, Алтынай. Сен мына дүкенге жарылғандайсың. Бір-біріңе. Тағдырыңа тоғыр болған Жоқ, қазір. Қара, мына жер жақсы келіп жатыр. Қара, тағдырыңа тоғыр болған. Осы жерін созу керек. Кеттік па? Тағдырыңа тоғыр болған, ертеңгі үміт нұрлы арман, батқан күндей баянсыз бол. Жоқ, қазір, қара. Батқан күндей баянсыз боп, өшерін көтеру керек. Шаке, кешіріңіздер. Көлік кеп тұр, шаққа кешкеміз тездетсек дұрыс болады. Қазір соны жазып жіберейік. Бүйтсек қайтеді, Линда, біз Астанадан келген соң ертең жазсақ қалай болады екен? Иә, жарайды, ертең жазайық. Мәулен, ренжімеші? Әзім, кетті, ертең жазамыз, қалған ертеңе қалды. Көлік төктім. Кешіріңіз, ертең қалғанын жалғастырайық. Сізбен дуэт жазғанымызға өте қуаныштымыз. Негізі осы дуэтті құру туралы ойды ең алғаш айтқан Айнұр болатын. Солай ма? Рахмет сізге. Кеттік, Мәулен, саған бір жұмысым бар еді. Жақсы болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыз. Қалай екен? Керемет, сен әнді жақсы айтасың. Шын ба? Жүр, тамақ ішейік. Жүр. Әжім Қарағандыға сол үшін кетті екен ғой. Мәулен ботаны Әлшермен кездесу үшін ұрлаған. Енді Әлшерден ала алмай жүрген кегі бар емес пе? Сол ойын іске асырмақ болған. Маған үйден шығуға болмайды деп едің ғой. Сонда Мәуленді әлі қолға түсірмеген бе? Енді Жарастың айтуы бойынша ол өте қауіпті. Кез келген сәтте пайда болуы мүмкін. Жарас? Тергеушінің атымен атайсың ба? Иә, не бопты? Бері қараш. Сәуле. Көзің жанып тұр ғой. Шынымды айтсам, ол маған ұнайды. Онда дұрыс болған екен. Өзі байсалды жігіт көрінеді. Рас па? Әрине. Қалай ойлайсың?
Арамызда бірдеңе болуы мүмкін бе? Әрине, өз бойдақ па? Солай сияқты. Саусағында сақинасы жоқ. Өзі сыпайы, жақсы жігіт көрінеді. Келешегі бар. Нағыз полковниктің өзі. Қойшы. Ең бастысы, ол мен жасаған тағамдарды ұнатады. Сен оған тамақ беріп үлгердің ба? Иә. Арамызда бір нәрсе бола ма дейсің? Ай, Карина. Міне өзде хабарласып жатыр. Кәне ал. Алло? Досхан деген сіз ба? Иә, Досхан деген мен. Сіз кімсіз? Мен сіз танымаймын. Танудың қажеті жоқ. Әңгіме бар. Сен не оттап тұрсың? Досхан. Егер мен бауырымның бір тал шаш жерге түссе, қиын болады. Есің дұрыс па өзіңнің? Қайдағы бауыр? Әлшер. Естің бар ма? Демек Әлшердің інісі екенсің ғой. Миың енді істеді ғой деймін. Иә. Тікелей қатысыңдар. Мен білемін. Сен не білесің? Не білесің сен? Сенің бауырыңды ауруханаға жатқызған мен емес. Аулақ жүр одан. Сен не оның? Оққа қарысың ба? Сен маған не істей аласың, бөдек? Мен саған ештеңе істемеймін. Бірақ істейтін адамдар бар. Дос-сынақтарыңмен қорқытпай-ақ қой. Артыңа қара. Айтқан тыңда. Досхан, үйіне қайта алмай қаласың. Демек, Әлшердің қылмыскер інісі сен екенсің ғой. Мақала тегін жазылмапты. Мен сені ескерттім. Айтпады деме. Ештеңе де өзгермепті ғой. Ер ағаңның тірі кезіндегідей. Маған осылай тұрғаны көзіме жылы көрінеді. Бірге жүргендей сезінем. Жатқан жер жайлы болсын. Келгеніңе рахмет. Ой, апа келмегенде. Өзімді үйден шықпағанма. Балалар қалай? Шүкір жақсы. Сені кішілім Мәдиге байланысты бір шаруаға шақырдым. Бірдеңе бүлдіріп қойдың ба? Айта берсе әңгіме көп. Қазір талай нәрсе реттелгендей. Мәди өзінің қателіктерін мойындап, енді өзгеруге бет алған сияқты. Жас қой әлі. Баланысы шала деген. Оның рас. Мәди бір ойға бекініп жүр. Ақылдасуға өзіңді шақырғаным сол себепті. Қолдан келген аямайым. Жылқыларға байланысты шаруа. Балам. Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Мақсат ағаң қалаға бір шаруалармен келген екен. Бізге кіре шығайын деп келді. Дұрыс. Сенің анаңнан жылқымен айналып қала жатқанын естідім. Иә, мәке. Неден бастайын деп жатырсың? Қазір анық жүн жоспарында білмеймін, бірақ осы ойға бекініп отырмын енді. Дұрыс. Өз басым асыл тұқымды жылқыларды асырағым келеді. Одан кейін жаңағы бие байлап, қымыз ашту шаруашылығын ашса. Басында сиыр мен қойларды сатып, соған
жылқы алсам дегем. Бірақ ойлана келе, үйтіп аспағаным дұрыс шығар деп ойладым. Өйткені шаруаның мән жайын білмей, бірден кірісіп, жылқыларым қырылып қалса, тағы. Сондықтан асықпай, жылқыларды біртіндеп сатып алса, кейін көбейткен дұрыс шығар. Жаңағы орнына болып тұр, қора салу керек қой. Қажет. Басында бір мықты айғыр, бір-екі бие алсаң, содан кейін ақырында молайтып көбейтесің ба? Енді оларды сыйдыра аламын ба? Мысалы, сиыр, қой бар деген дейбізде. Ол үшін ферманы көру керек. Онда көрсетейін. Қазір көрсетсем болады, апа. Жақсы, онда барып көріп келіңдер. Алтынай екеуміз тамақ қамына кірісейік. Жүріңіз. Анау жақтарда малдарды суарамыз. Иә, жақсы салынған. Әкем салған. Бәрі де сол кісінің арқасы. Енді оның арманын іске асырсам деймін. Бәрі өз қолында. Мынау жақта бір ыңғайлы жер бар. Жазда салқын, шөбі шүйгі. Сол жылқы қораны сол жерге салсам. Мына ескісі әбден жарамай қалды. Бір жағынан жылқы тұрағы өте құрғақ болу керек деп естідім. Дұрыс. Ылғалды жерде мал аурушан келеді. Енді сол қалай салсам деп ойланып жүрмін. Бірінші 10 жылқыға арнап па, жоқ бірден үлкен үйірге салайын ба арнап. Оны қораның ішін бөліп, бірнеше орын жасауға болады. Бірақ сенің қораң теріскей жаққа орналасқан. Саған қымтап, кішкене қыстық қора салған дұрыс. Басында мен қалқа қылып салайын деймін, бірақ біз 40 градус аязда қырылып қалады ғой. Енді үлкен қора салсаң, оның ішінде от жағу керек. Ағаштан салса жақсы болады деп естігем. Бірақ ол енді кәдімгі ақша ғой. Қазіргі кезде бәрі кірпіштен ақ салып жатыр. 10 шақты жылқыға арнап кірпіштен ақ салуға болады. Кейін көбейіп жатса, кеңейте саласың. Айтпақшы ана қосалып қораны ұмытпа. Оның өзіне 10-15 шаршы метр кетеді. Не болды? Қойлар қайда ұстап жатырсың? Қойлар жүріс көрсетеді. Киім жарасып кетіпті өзіңе. Аяғың қалай? Жақында жүгіретін сияқтысың ба? Иә, мұнай балдақты әзірге қару ретінде ұстап жүрмін. Кіммен төбелесейін деп жүрсің? Жоқ, ешкіммен. Бірақ тиіскендерді аямаймын ғой, білесің ғой. Бауырыма тиіскендерді тіптен. Дәулет, қажет емес. Ол ауру, есі алаң, қайтесің оны? Сен тергеушіңді іздеу жөн жауапты. Иә. Оны қолға түсірмейінше бізге мұқият болуымыз керек. Дәулет, сен меруертке бас көз бол. Ол біртүрлі жүрегім айнып тұр дегеннен кейін мен оны үйге жібердім. Сенсіз ешқайда шықпасын, жарай ма? Жарайды, уайымдама. Жәнібекпен жолыққам. Сол кезде оған бір адамдар келді. Олар кімдер? Енді бұрын менімен бірге жүрген жігіттер ғой. Не үшін келген? Не үшін болушы еді, болып салу. Оларға біреулер тапсырыс беріпті. Жәнібекке және саған. Дәулет, сен бұған араласпа. Әшір, маған айтшы. Тапсырыс берген кім болуы мүмкін? Мен саған не дедім? Араласпа дейін бұған. Шаруам болмасын. Өзім шешем. Апама хабарластың ба? Жоқ. Телефоным жоқ қой.
Бірақ қабыласпай қойып, даусыңнан сезіп қалып жүр. Иә. Меруерт айтыпты. Мені кен орнында бір жерде телефон ұстамайды. Дәулет, мен сенен өтінемін. Сен оған араласпа. Жайма. Крис, мен жаңа қораның жобасын жасасақ. Қазір ғана Әлшер хабарласты. Меруерт айтқанда кеніш жақта болыпты. Жағдай қалай екен? Бәрі жақсы деді, бірақ дауысы шаршаңқы шықты. Сендер қалайсыңдар, ферманы аралап шықтыңдар ма? Көрдік, ферма үлкен екен. Онда жақсы. Қазір тамақ ішеміз. Сені Алтынай іздеп жүреді? Қазір. Төрлетіңіз мәке? Иә. Сонымен Мәди қалай? Жақсы. Негізі бет алыс жаман емес. Қалай ойлайсың? Ойын жүзеге асырыла ма? Айтқаннан қайтпаса, әрине, бәрінде жасауға болады. Мақсат. Мен жылқыларды Мәдиге берсем бе деймін. Ерағаң басқаша ойлап еді ғой. Енді Дәулет өзінің бөлігін де сұрамайды, жылқыларды бақпайды тұл. Бұл шаруа Мәдидің қолынан келетін сияқты. Қалай ойлайсың? Сізде еш солай бұл. Қазір Мәдиге қолдау керек. Ендеше солай істей. Тамақтан алыңыз. Рахмет. Барлығы өте дәмді болды. Сізге ұнады ма? Әрине. Шаймен бірге әлі қанша тәтті нәрселер бар. Тәттіге орын қалмаған сияқты. Онда орап берем. Үйде жейсіз. Енді әрине үйдегілер басқаша түсініп қалмаса. Басқаша түсініп қалатындай ешкім жоқ. Мен жалғыз тұрам. Түсінікті. Неге үйленбей? Енді менің көп бос уақытым болмайды. Жұмыс істеп жүріп, көп қыздар шыдамай қашып кетеді. Мүмкін олар сізді жақсы түсінбейтін шығар. Мүмкін. Дұрыста. Алыңыз. Ал сіз неге тұрмысқа шықпадыңыз? Мен бе? Енді жөн түзу жігіт кездеспейді де. Тым қатал шығарсыз. Жоқ, ондайым жоқ. Бірақ талабым бар. Қандай? Жасаған тамағым ұнаса болды. Түсінікті. Өз басым маған барлығы ұнады. Естай, қалай жараса ма? Мен ойнап отырмын ғой. Балам, қарай салсаң нең келсе? Әдемі екен. Әдемі екен деп қояды өзі. Жаным мен. Сен не дейсің? Немене? Шашымды айтам. Әдемі? Рахмет. Бүгінгі мақсатты айтам. Көп нәрсе біледі екен. Сөйлескенім жақсы болды. Солай ма? Иә, жылқы туралы біраз нәрсе айтты. Қалай ауырады, олар қалай емдеу керек. Шашымды қидырсам бекен деймін. Тым қысқа емес, сәл былай қарай. Дәрін атылай. Бұлай жинай салатын қылып. Сен білесің ма, аттардың жалын әдемі болу үшін арнайы су сабындар бар екен. Естіп пе едің ондайды? Киімімді өзгертем деп ем. Ертең дүкен ашқан кезде дұрыс киінуім керек қой. Енді мақсат маған қораның жобасын жасап берсе, ол енді бірақ біраз шаруа.
Сіздер кіммен сөйлесіп атсыздар? Өз-өздеріңізбен бе? Естай, тіс тазалайтын уақытың болды. Бар, ұйықта. Бар. Жүр. Бар. Алтыным со менің. Айтпақшана. Мәз саған. Орамалдарға 3 приз тапсырыс келді. Үшеу ақ па не? Әрине, жақсы емес пе? Жақсы ғой. Бір жағынан орамалды ғаламтор арқылы сату. Бірақ бар ғой, мен өзім жақсы үлгермейтін сияқтымын. Ұрғашан кет. Жұмыс ма? Ау! Енді тіс тазалайтын щеткаңды мен тауып беруім керек пе? Иә. Қазір, балам. Әдей. Мен ұйықтап болмаш? Ұйықтамай. Жете алмайтын шығарым дегем. Жолдан шаршаған шығарсыз, апа. Жақсы екен. Бірақ бойдағы жігіттің екені көрініп тұр. Ай, жарайды, ештеңе етпейді. Сіз ақ сынап жүреді екенсіз, апа. Мен қызымды ойлайым. Тұратын үйі жайлы ыңғайлы болса екен деймін. Саған не болды? Кеше тамақ ішкен жоқпын, содан болар. Ауруханада 1-2 бәліш жедім болды. Тамақ әзірлеп үйрен. Немесе көмекші әйел ал. Әйтпесе Әлішер екеуің асқазандарын құртасыңдар. Үйренем, міндетті түрде, апа. Әлішерге қашан барамыз? Білмеймін, кеше сағат 9-да кіргем. Онда ертең таңертең барайық. Жарайды. Апа, сіз менің қасымда ұйықтайсыз. Неге? Бар емес пе? Әлішердің інісі келген, Дәулет. Дегенмен пәтер тарлау екен, Онда мен қонақ үйіне барайын. Үйінде қонағың бар екен. Енді қайтем, апа? Жарайды, уайымдама. Жақсы бір қонақ үйде бір бөлмеге тапсырыс бер. Дегенмен ойланыңыз, апа. Мүмкін... Уайымдама. Ертең келісіп, Әлішерге бірге барамыз. Жақсы қонақ үй бар шығар бұл, Қарағандыда. Әрине бар. Өзіңіз біліңіз, апа. Ал мен сізге шай берейін. Жүріңіз. Әлемдегі ең әдемі бикешін алып қояйық. Солай ма? Рахмет. Майражан, саған не ол? Негізі мен саған өкпеледім. Неге? Сен маған осыдан мұрнысын өзің сөзде қол. Болып жатқан өзің көріп жүрсің? Иә. Мен енді... Қашан? Әлішер жұмысына аман-есен оралсын, сосын мен демалыс аламын. Жарайды. Қалай болғанда да әуленді қолға түсіру керек. Әйтпесе ол менің көз алдыма елестейтін болады. Ал егер ол ұсталмаса ше? Неге ұсталмайды? Ұсталады. Сосын дүркіретіп той жасаймыз. Жарайды. Не болды? Жәнібек, менің сенімен сөйлесуім керек.